Сәлем, достым. Бүгін сенмен Ләззат апайың логопедиядан сабақ өтпек. Бұл сабағымыз р дыбысына, оның сөздің ортасында кездесуіне арналмақ. Кәне балақай, айнаңдалып артикуляциялық жаттығуларын жасап алайық. Айнаңдала ғой. Артикуляциялық жаттығуды ертегі түрінде жасайық, я? Ертеде, ешкі жүні ертеде, кішкентай ғана бір үйшік болыпты. Ол үйшік ауыз екен. Ол жерде тіл өмір сүреді. Тіл ерте тұрып, қоршауға барады. Аузымызды ашып, тісімізді көрсетіп, күлімсірейік. Содан кейін тіл қоршаудан сыртқа шығады. Тілімізді астыңғы ерінге төсеп, жалпақ ұстаймыз. Одан кейін ол кесеге шай құйып, кесемен немесе өзінің жақсы көретін кружкасымен шай ішеді. Тілімізді жоғары қарай көтеріп, кесеге, кружкаға ұқсатып ұстаймыз. Тіл шайды тәтті тосаппен ішкенді жақсы көреді екен. Бірақ тәтті тосапты еріннің жан-жағына жағып алып, оны жалап жеп қойыпты. Тіл саңырауқұлақ тергенді өте жақсы көреді. Саңырауқұлақ теру үшін біз оны қатты таңлайымызға жабыстырып, созып ұстап тұрамыз. Тіл өзінің жақсы көретін жүйрік атына мініп, шапқанды жақсы көреді. Кәне, тілімізді жоғары қатты таңлайға тартып тұрып, тақылдатып, созып жіберейік. Жарайсың балақай. Тіл содан кейін өзінің күнде отыратын әткеншегіне отырып тербеледі. Тілімізді жоғарғы мұрынға және төменгі иекке қарай созамыз. Міне, тілмен бірге біз жаттығу жасадық. Осы жаттығуымызды әрқайсысын 10-15 рет жасап, дағдылан балақай. Ал енді тапсырмаға көшейік. Буындарды дұрыс айтайық. Кәне, мен бастаймын, сен менімен бірге айта ғой. Бырра, бырро, бырру, бырра, бырро, дырра, дырро, дырру, дырра, дырро, жырра, жырро, жырру, жырры, жырро, қырра, қырро, қырру, қырры, құрры. Жарайсың балақай. Өзің байқағандай, р дыбысы буынның ортасында тұр екен. Ал енді балақай, мына суретке назарыңды аударшы. Суреттің ең жоғары жағында үйрек тұр. Үйрек байқасаң, төмен жақта тұрған ұясына, яғни жұмыртқаларына жете алмай тұр, я? Енді үйрекке көмектесіп жіберейік. Ол үшін мына суреттегі заттардың барлығының атын дұрыс айтатын болсақ, үйрек ұясына, жұмыртқаларына жетеді. Кәне, бастайық балақай. Қарбыз, өрік, домбыра, кірпі, арыстан, жаңбыр, борсық, қарандаш, құмырсқа, қолтырауын, барабан, торғай, шырша, жолбарыс, қарақат, таңқурай, алмұрт, ара, марал, жұмыртқа. Бәрекелді. Міне балақай, сен
үйрекке жұмыртқасына жетуге көмектестің. Бұл суреттегі сөздердің барлығында р дыбысы сөздің ортасында кездеседі. Осы сөздерді есіңде сақтап қал. Кәне балақай, келесі тапсырмаға көшейік. Суреттер сөйлейді дейді. Кәне суреттерді сөйлетейікші. Суретте не көріп тұрсың? Дұрыс айтасың. Бұл қорап және орман. Қорап неден жасалады екен? Дұрыс, қатты қағаздан. Оған не салуға болады? Дұрыс айтасың балақай. Оған әртүрлі заттарды салып, біз оны тасымалдауымызға немесе сақтап қойымызға болады екен. Ал орман деген не? Дұрыс айтасың. Орман дегеніміз көптеген үлкен, кіші ағаштардан, қалың шөптен, гүлдерден, саңырауқұлақтардан, торғайлардан, құстардан, жан-жануарлардан құрылған мекен екен. О жерде кімдер мекендейді екенін, нелер мекендейді екенін қазір біз келесі тапсырмада анықтаймыз. Кәне қорапқа қарбыз саламыз, алмұрт саламыз, өрік салайық, қарақат, таңқурайды салайық. Ал орманға маралды, борсықты, арыстанды, кірпіні, жолбарысты. Жарайсың балақай. Міне балақай, сен суретті тапсырманы жақсы орындадың. Өзің көріп отырғандай, қорапқа жеміс жидекті салдың. Солай ма? Ал орманға, орманда мекендейтін жануарларды жіктеп жеткіздің. Жарайсың балақай. Ал енді келесі тапсырмаға көшсек, ойлан тап. Берілген буынға ра деген буынын қосып, сөздерді аяқта. Кәне бірге айтайық. Сара, шара, қара, қора, бура, дара. Жарайсың балақай. Бұл сөздерде де р дыбысы сөздің ортасында кездеседі. Бұны да есіңе сақтап қал. Ал балақай, келесі тапсырма суретті сөйлемді оқы. Балақай, кәне бірге оқиық. Суреттердің орнына сөздерді пайдаланып сөйлемдерді оқиық. Арайға анасы сырға алып берді. Қарғалар аппақ қарда қара болып анық көрінеді. Бал арасы өрмекші, құмырсқа, жәндіктер. Айнұр шашын тарақпен тарады. Жарайсың балақай. Осылайша, осы берілген сөйлемдерді сен дәптерге жазып, маған суретке түсіріп жібер. Есіңде сақтап қал. Суреттегі сөздердің барлығындағы р дыбысы сөздің ортасында кездеседі. Солай ма? Дұрыс айтасың. Ал енді үйге әдеттегідей жаңылтпаш беремін. Кәне жаңылтпашты мен оқимын, сен жаттап ал. Арал, арал, арал бар, баралама балалар. Батыл бала баралар, аралдарды аралар. Жаңылтпашты жаттап, маған айтып бере ғой. Бәрекелді балақай, бүгін сен сабаққа өте жақсы қатысты деген ойдамын. Балақай, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.